Сәлеметсіздер ме балалар? Балалар, сендердің бүгінгі көңіл күйлерің қалай? Ендеше бүгінгі қызықты іс-әрекетке дайынбыз ба? Ал енді сендердің көңіл күйлеріңді жақсы көтеру мақсатында қазір бір музыкалық әнмен қимылды іс-әрекеттер жасап көрейік. Жарай ма? Ендеше көңіл күйімізді көтеріп, билеп тұрамыз, иә? Тамаша, иә? Жарайсыңдар. Ал балалар, мен сендерге бүгін қызықты ойындар дайындап қойдым. Бірақ оның қандай тақырыпта болатынын білгілерің келе ме? Ендеше мен сендерге бір сұрақ қойғым келіп тұр. Соған жауап беріңіздер, жарай ма? Балалар, табиғат дегеніміз не? Табиғат Біз айтасыздар, табиғат дегеніміз ол бізді қоршаған әлем екен. Ал табиғатқа нелер жатады? Нелер жатады табиғатқа? Жер, сосын ағаштар, жапырақтар, сосын адамдар, балықтар, жарайсыңдар. Ал табиғаттың өзі нешеге бөлінеді? Жарайсыңдар балалар, біреуі тірі табиғат, және ойлы табиғатқа жатады. Ал неге біздер оны тірі табиғат деп атаймыз? Екеуі бізге керек, бірақ тірі табиғат не істейді? Өседі, жарайсыңдар. Мысалы, оларға нелер жатады? Гүлдер, жапырақтар, адамдар. Жарайсыңдар балалар, толық нақты жауап беріңдер. Ал өлі табиғатқа нелер жатады? Олар не істейді? Жарайсыңдар балалар, сендер табиғат туралы біздер білімдерімізді бекітіп алдық, жарайсыңдар. Ал енді балалар, мен сендерді ойын алаңына шақырғым келіп тұр. Балалар, біздер қазір сендермен ойын алаңына жайғастық, иә? Сендердің алдарында Арман мен Ая тұр. Қараңыздаршы балалар, бірақ айналасында ештеңе жоқ. Ал енді мен сендерге осы балалардың басынан кешкен оқиғасын айтып бергім келіп тұр. Балалар, бірде Арман мен Ая екеуі дос болыпты. Бірақ олар далаға шыққанда табиғатты үнемі ренжітіпті. Гүлдерді жұлып, бұтақтарды сындырып, жерлерге көп түкіріпті. Бір күні табиғат екеуіне қатты ренжіп, кетіп қалыпты. Ал балалар, қараңыздаршы, Ая мен Арманның қылығы дұрыс па? Жоқ, олар табиғатты не істепті? Жамандық жасап, ренжітіпті балаларға. Енді біздер Арман мен Аяға көмектесеміз бе? Табиғатқа біздер не істеуіміз керек? Табиғатты қорғауымыз керек. Дұрыс айтасың, Исмаил, біздер табиғатты қорғауымыз керек екенбіз. Гүлдерді жұлуға оларға үнемі су құйып тұруымыз керек екенбіз. Ал табиғатты ендеше құбылыстарын мен сендерге ұсынамын. Сендер осыны орналастырыңдар, жарайды ма? Шығып далаға ойнаймыз біз асыға, кеш батқанын білмей қап қайтамыз тез арада. Егер бақытты болсаң, қолыңды сой. Егер бақытты болсаң, шапалақты
болсақ бірге. Жарайсыңдар балалар, біздер Арман мен Аяға көмектестік, олар ең ақылды, ең тәртіпті балалар болады. Ал балалар кезекті біздің тағы да ойынымызды білу үшін мен сіздерге жұмбақ жасырғым келіп тұр. Соны мұқият тауып көріңдер, жарай ма? Су құйсаң өлседі, әдемі көңіл күй сыйлайды. Не ол балалар? Гүл, жарайсыңдар, енді мен сіздерге гүл туралы түсіндіріп өтемін. Балалар, мына суретке қараңыздар. Әдемі гүлдер бөлініп тұр, иә? Балалар, гүлдер нешеге бөлінеді? Екіге бөлінеді. Қандай болып бөлінеді? Дала гүлдері және бөлме гүлдері болып бөлінеді екен. Енді балалар, қараймыз мынау бөлме гүлдері. Бөлме гүлдеріне біздер не істеуіміз керекпіз? Су құйып, шаңын сүртіп, оларға қамқор болсақ, олар бізге не сыйлайды? Таза ауа сыйлайды екен. Бөлме гүлдерін үнемі біз суларын құйып, шаңын сүртіп тұруымыз керекпіз, иә? Ал келесі суретке қараңдар. Балалар, бұлар дала гүлдері. Дала гүлдері қайда өседі? Далада, орманда, жолдың жиегінде, кең егістіктерде, жайлауларда бұл дала гүлдері өседі екен. Дала гүлдеріне де адамдар қамқор болып тұру керек екен, иә балалар? Ендеше балалар, мен сіздермен қазір қызықты тәжірибе жасағым келіп тұр. Біздің де топта әдемі гүлдеріміз бар, иә? Ендеше біздер сендермен қалай гүл отырғызу керек екенін білгілерің келе ме? Иә, ендеше біздер қазір тәжірибе алаңына аттанатын боламыз. Ол үшін өзіміздің арнайы киімімізді киеміз, алжапқыштарымызды киеміз балалар. Келе қойыңдар. Алжапқыштарымызды киеміз. Балдар, қараңдар, біздер сендермен бірге қазір тәжірибе алаңына келдік, иә? Бұл жерде біздер сендермен бірге бөлме бөлініп отырғызатын боламыз, иә? Оларға күтім жасау жолдарын түсіндіретін боламыз. Қараңдар, балалар, біздер сендермен қазір осындай үлкен долбыр бөлім отырғызатын боламыз. Міне, қазір біз отырғызғанда, гүлдерді күтіп баптағанда, міне біздің гүлдеріміз осындай болып әдемі болып өсіп шығады екен, иә? Енді балалар, сіздерге алдымен таныстырайын. Гүлдерді әдемі қылып отырғызу үшін алдымен бізге ыңғайлы ыдыс керек болады екен. Ыдысымыздың түбінен ауа соғатындай тесігі болады екен өзінің, иә? Және астында арнайы түбегі болады екен. Ал балалар, қараңдар. Екінші, біздер гүліміз жақсы, әдемі болып өссін деп, оларға арнайы тастар саламыз екен. Және де осындай топырақ керек болады екен. Балалар, ол жай топырақ емес, ол құнарлы топырақ екен. Осы топырақтардан гүлдеріміз әдемі болып өсіп шығады екен, иә? Және де бізге гүл керек екен. Алдымен мына гүлдесіңдер, назар аударып қараңдаршы балалар. Бұл гүлде міне, бұл тамыр екен. Тамыры өзінің осындай тамырлы үлкен гүл болады екен, иә? Және де бұл сабағы екен. Және де жапырағы дәні осындай төрт құрылыстан тұрады екен, иә? Енді осы әдемі гүліміз біздің ертең осындай әдемі үлкен гүлге айналады екен. Ол үшін қазір біздер сендермен бірге отырғызатын боламыз гүлімізді. Ең алдымен осындай екі ыдысқа астына тастарымызды саламыз. Қане бірге тасымызды салайық. Тасымызды саламыз. Салдық па балалар? Енді қараймыз. Болды. Енді топырағымызды саламыз. Әдемі қылып топырағымызды саламыз. Мына гүлдерді саламыз. Топырақ саламыз. Шашпай саламыз. Біздер не салып жатырмыз? Құнарлы топырағымыз салып жатырмыз. Болды. Енді балалар осыған біздер өзіміздің гүлімізді ортасына орналастыратын боламыз міне. Гүлімізді орналастырып, және үстін тағы да топырақ саламыз. Топырағымызды саламыз. Болды. Келесі топырағымызды салайық. Көресіңдер ме балалар? Бізде ертең үлкен әдемі гүл өсіп шығатын болады, иә? Енді балалар, жарайсыңдар.
Енді гүлімізге суымызды құятын боламыз. Қараңыздаршы, біздің гүліміз әдемі болып өсіп шығатын болады, иә балалар? Жарайсыңдар. Осылай біздер не отырғыздық? Гүл отырғыздық. Ал енді осы гүлімізді алып, біздің табиғат бұрышына апарып қояйық. Ертең осы гүлдерге күтім жасап, қалай өскенін бақылайтын боламыз, иә? Жарайсыңдар балалар. Біздер сіздермен әдемі гүл отырғыздық, иә? Әдемі гүл отырғыздық. Ендеше бүгінгі жұмысымызды әрі қарай жалғастырамыз. Балалар, қазір біздер сіздермен гүлзар баққа гүлді орналастыр деген ойын жасайтын боламыз, шығармашылық жұмысымызды жасайтынбыз. Балалар, мынау гүлзар бақ. Гүлзар бағымыздың іші бос тұр, иә? Ендеше қазір біздер сіздермен бірге гүл жабыстырып, сол гүлзар бақтың ішін әдемі гүлдерге толтыратын боламыз. Ол үшін балалар, мұқият қарай қойыңдар. Мына сіздердің алдарында сабағымен және де жапырақшалары берілген гүлдер тұр. Енді сол гүлдерімізді, желімімізді жағып, бірақ гүлдің күтешесін осылай сабағына орналастыратын боламыз желім арқылы, иә? Ол үшін желімімізді қатты жағып, осылай жабыстырып аламыз. Міне сонда біздің әдемі гүліміз пайда болады, иә? Және де жасаған гүлімізді осы гүлзар баққа апарып орналастыратын боламыз, балалар. Ал іске сәт кірісе қойыңыздар. Біз өте бақыттымыз, көңілді уақытымыз, ойын сауық тәттімен өтіп жүрер сәтіміз. Егер бақытты болсаң, қолыңды сот. Егер бақытты болсаң, шапалақты соқ. Біз бақытты балалармыз, біз бақытты балалармыз. Сен де бақытты болсаң, шапалақты соқ бірге. Шығып далаға ойнаймыз біз асыға, кеш батқанын білмей қап қайтамыз тез арада. Егер бақытты болсаң, қолыңды сот. Егер бақытты болсаң, шапалақты соқ. Біз бақытты балалармыз, біз бақытты балалармыз. Сен де бақытты болсаң, шапалақты соқ бірге. Балалар, бүгін біздер қандай тақырыпта ойын әрекетін өткіздік? Табиғат туралы, иә, оның табиғаттың нешеге бөлінетінін білеміз бе? Иә, екіге бөлінеді екен, жарайсыңдар. Ал біздер Ая мен Арманға қалай көмектестік? Арман мен Аяға? Гүлдерді орналастырып, табиғатты ренжітуге болмайтынын айтты. Және де не отырғыздық бүгін тобымызда әдемі қылып? Гүл отырғыздық. Гүлдерге біздер қалай қамқорлық жасау керекпіз? Гүлдерге су құю керек. Гүлдерге шайын сүртіп тұруымыз керек екенбіз. Су құю керекпіз. Олар бізге не береді? Таза ауа. Я, олар бізге таза ауа сыйлайды екен. Гүлдерді не істеуге болмайды? Жылуға, оны басуға болмайды екен, иә? Болмайды екен. Жарайсыңдар балалар, сіздер бүгінгі іс-әрекетке өте жақсы қатыстыңдар. Сіздер табиғат туралы мол білім алғандарын көрініп тұр. Жарайсыңдар балалар. Сіздер де далаға шыққанда табиғатты аялап тұрыңдар, жарайды ма? Я, сіздерге көп рахмет балалар. Осымен ойын іс-әрекетіміз аяқталды. Жарайсыңдар балалар. Сіздерге сабақ ұнады ма? Ендеше жақсы ұнады деген белгіні көрсетеміз. Жарайсыңдар балалар. Өз-өзімізге қол соғамыз.